Сәлем баршаңызға. Қазіргі таңда өте жұмсақ керемет салаттардың бірі Рафаэлло салатын дайындайтын боламыз. Тойда дастарханға тапсырыс алып жүрсеңіз, осы салатты клиентке ұсынсаңыз, өте қатты ұнайтын салаттардың бірі. Ең алдымен бір пачка эмир сырын теркамыздың ең ұсақ бөлігінен өткізетін боламыз. Мен қателесіп сәл үлкен жерінен өткізіп жіберіппін. Негізі осы ең ұсақталған жерінен теркадан өткізетін боламыз. Ал енді таза ыдысымызға картобымызды теркамен өткізіп аламыз. Терканың үлкен жағымен өткізе берсеңіздер болады. Және де қайнатылған жұмыртқамызды да дәл осы жерінен өткізіп аламыз. Краб таяқшаларын да дәл осы теркамыздан өткізіп алатын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген, соңына дейін көріңіздер. Осымен біздің салатымыздың барлық ингредиенттері теркадан өтті және үстіне вегетадан аздап саламыз. Осылай сырымыздың жартысын салатын боламыз. Бұл салатқа аса қатты тұз қосудың керегі жоқ. Осылай майонезбен құрамында сыр болғандықтан тұзы жеткілікті болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай домалақтап аламыз және де сыртын сырға аунатамыз. Сонда біздің салатымыз Рафаэллоға ұқсайтын болады. Осылай салатқа арналған тарелкамыздың әрқайсысына 3 немесе 4 штуктан қойып шығамыз. Негізі 3 шарик жеткілікті. Дәл осы ингредиенттерден бізден 2 тарелка шығатын болады. Осымен біздің Рафаэлло салатымыз дайын болды. Бұл әсіресе үлкен кісілерге өте керемет салат, өте жұмсақ. Және де ортасына осылай укробымызды салып, жан-жағына анардың дәнектерін салып қойсаңыздар, түрі өте ерекше болып көрінеді.